Сәлеметсіздер ме көрермендер, біз бүгін үй жағдайында цезарь салат дайындаймыз. Ол үшін бізге пекин капустасы, 2 дана помидор, дайын тауықтың санын сатып алдым, және қаймақ, сосын майонез, сосын қуырылған кукуруз, 2 дана чеснок, тұз қалауыңызға қарай, 2 жұмыртқа керек. Алдымен пекинский капуста мен помидор, чеснок үшеуін жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды ыстық сумен қайнатып аламыз. Ол қайнап болғанша табағымыздың үстіне видеодағы көрсетілгендей капустамызды жақсылап жаймалап салып шығамыз. Кейін тауықтың санын жұқалап турап аламыз. Оны капустамыздың үстіне жаймалап жақсылап жайғастырып алайық. Мен капустаны кішкене көбірек алдым, себебі ол маған ұнайды. Сіздер қалауларыңызға қарай жасарсыздар. Оның үстіне помидорымызды жақсылап турап, төртбұрыштап, көбег жасап, оны да үстіне жайғастырамыз бір-бірлеп. Кейін біз чеснокты жақсылап тұрып ұсақтап турап аламыз. Егер сізде чеснокты ұсақтайтын бар болса, онда өткізіп алсаңыз болады. Мен қолмен жасадым. Оны кесеге салып, үстіне 1 қасық қаймақ, 1 қасықтан астам майонез салып жақсылап араластырдым. Үстіне кішкене тұз салдым. Одан кейін жұмыртқаны ортасынан 2-ге бөліп, оны тағы да 2-ге бөлсеңіз, 1 жұмыртқа 4-ге бөлінеді. Оны да табағымыздың үстіне жайғастырамыз, әдемілеп. Біздің салатымыз дайын болуға жақын. Сіздер каналыма тіркеліп қойыңыздар. Кейін дайын болған жаңағы соусымызды үстінен әр жерінен жаймалап, әдемілеп сәндейміз. Міне менің цезарь салатым дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздермен болған Тәбет Ашар каналы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.